Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен маринадталған балықты дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 кг балық, тұз, жарты лимон, чеснок, 2 тісше ұн және вегета дәмдеушілері қажет болады. Ең алдымен туралған балыққа жарты лимонның шырынын сығып қосамыз. Сонан соң 2 шай қасықты толтырып тұзды саламыз. 2 тісше чесногымызды үкіштен өткізіп, және 1 шай қасық вегета дәмдеу үшін саламыз. Үстіне 1 жұмыртқаны жарып, сонан соң 1 кесе ұнды салып, барлығын бірге жақсылап араластырып, 5-10 минутқа маринадтауға қойып қоямыз. Оған дейін балықты қуыратын ұнымызды дайындаймыз. Ол үшін 1 кесе ұнға 4 қасық крахмал саламыз. Және де әдемі сарғыш рең беру үшін жарты шай қасық куркума қосып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Дайын болған ұнымызға маринадталған балығымызды жақсылап алматып, қысып тұрған майда қуырып аламыз. Осымен маринадталған балығымыз дайын. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Мақпал. Лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Каналымда көптеген пайдалы видеолар болады. Менімен бірге болыңыздар.